Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін әдебиеттік оқу 29-ші сабақ. Бүгінгі тақырып ақылшым мұғалім. Бүгінгі сабақта тірек сөздер арқылы өз ойыңды білдіресің. Бірінші тапсырма: көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып, мақал-мәтелдерді дұрыс оқы. Жұмбақ сөздер мен тор көздерді толтыр. Көкшіл жолақтағы сөзді дауыстап оқы. Бірінші: кітап білім бұлағы. Екінші: қына тасқа бітеді, білім басқа бітеді. Үшінші: ат өнері білінбес, бәйгеге түсіп жарыспай. Төртінші: ақыл тозбайтын тон, білім таусылмайтын кен. Оқу инемен құдық қазғандай. Бұл жерде балалар көк жолақтағы сөз ұстаз деген сөз екен. Келесі екінші тапсырма: сөз жұмбақта берілген мақал-мәтелдерге ортақ тақырып ойла. Сол тақырыпқа сай тірек сөздерді тап. Бұл жерде балалар тақырып білім мен оның маңызы. Тірек сөздер: білім, оқу, еңбек, ұстаз, талап және ізденіс. Тақырып: мәтіндегі оқиға мен ойдың түйіні, қорытындысы. Есіңе сақта: Әнуарбек Дүйсенбиев балалар ақыны, Алматы облысында туған. Сыйлық, не деу керек, қызғалдақ тағы басқа кітаптары бар. Үшінші тапсырма: өлеңді түсініп оқы. Ақылшым мұғалім. Сәбилік көңілден арналды бұл әнім. Баулитын өмірге ақылшым мұғалім. Тіліңді аламын, айтқанды ұғамын, мен сендей боламын, ақылшым мұғалім. Арқаңда өзіңнің адам боп шығамын, бәрі алтын сөзіңнің. Ақылшым мұғалім. Әнуарбек Дүйсенбиев. Төртінші тапсырма: шәкірт ұстазына қандай уәде берді? Шәкірттің уәдесі: тіліңді аламын, айтқанды ұғамын, мен сендей боламын, адам боп шығамын, ақылшым мұғалім. Бесінші тапсырма: берілген тірек сөздерге ортақ тақырып ойластыр. Өмірге баулиды, ақылшы, сөзі алтын, бұл ұстаз екен балалар. Алтыншы тапсырмада балалар өлеңді әуенімен жатқа айтып үйренесіңдер. Тапсырма: үлгіге сүйеніп сурет бойынша әңгіме құрастыр. Менің ұстазым өте мейірімді, ол бізге жақсы түсіндіреді, ақылын айтады, әрқашан ұқыпты киінеді. Ұстаздың сөзін зейін қойып тыңдаймыз. Балалар, бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.